Келін жаман емес, келген жері жаман. Маған жас келіндердің хат өте көп келеді. Ажырасқан әйелдердің де көпшілігі енеміздің кешірінен ажырастық, енді балам жылап жүр деген сияқты әңгімелерді көп айтады. Сен келінге шыда, үндеме дегенді көп айтасың. Шыдамда шегі бар емес пе? Отырсам опақ, тұрсам сопақ қылған енеме сенікі дұрыс деп отыра берем бе? Енелер тәрбиелейтін парақша бар ма Инстаграмда деп жазыпты. Шашап кеткен келін. Совет заманы еркін орысша тәрбиеленген. Біздің енелерге арналған парақшаны білмедім, бірақ Қазақстанда ененің орнына қоятын мықты кісі бар. Менің идеалым Зейнеп апамның айтқаны. Келін жарт жұртқа келген кешегі қыз бала. Кешегі бала өскен қыз баланың бір күнде келін атанып, жат жұртқа үйренісі, бейімденіп кетуі деген өте қиын. Міне осы кезде жас келінге қадалатын көзде көп, айтылатын сын да көп. Түк көрмегендей жас келінді киген киіммен жүрген жүрісін сөз қылып, ұнамады қылығы болса сүліктей қадалатын көзімді сүземіз. Біздің ең үлкен қателігіміз осы. Келіннің жолын ауырлататын өзіміз. Келінге ененің қолдауы қажет. Жолдасы жұмыстан шаршап келіп, жарына көңіл аудара қоймау мүмкін. Осындай сәтте ене келінге қолдаушы болуы шарт. Ене болу кез келген әйелдің қолынан келеді. Ақырып бақырған бәрі ене. Ал келінге ана бола білу керек. Көп енелер қалай істейді? Олар келін келді, болды деген пиғылда екі қолын қусырып, ана шаруаның барлығын келін істеу керек дейді де, бірақ күнде патшайымға айналады. Ол дұрыс емес. Бөтен үйдің шаруасын жаңа түскен келін қалай меңгеріп кетеді? Жас келін үшін бұл үйдің салты да дәстүрі де жат. Сен әуелі үйрет, жаңа ортаға бейімде, жаңа жұрт, жаңа дәстүрді түсіндір. Өзгенің баласын өз балаң етіп ал әуелі. Содан кейін ғана келіннің қызығын дәмету керек. Менің келім орысша тәрбиеленген, қаланың қызы болды. Бірақ шыққан тегі мықты, өскен елдің перзенті. Мен сол баланы тәрбиелеуге зор мән бердім. Ананы істе, мынаны істе деп бұйырмай, кел бала мынаны істеп жіберейік деп бірге жүріп-ақ тәрбиелеп алдым. Көп нәрсе үйреттім. Ене мен келін сырлас құрбылардай болу керек. Келінін жамандайтын енелерге айтарым. Келінге қандай еңбегің сынды? Ол біреудің баласы, біреу туып, шамасы келгенше тәрбиелеп, сенің қолына дайын күйде берді. Оны ары қарай тәрбиелеп, өзіңе ізбасар ете алмасаң, кімге өкпелейсің дедім. Келін келген жеріне жайқалып өсіп гүлдеп жеміс беру үшін орнаған жері келген топырағы өсіп өнуге қолайлы жақсы болу керек. Құм тас сусыз жерде жел ойнап дауыл соғып торнада болып жататын ужас өңірде жеміс беріп гүлдемек тұрмақ азып тозып ұстаған қолында кететін қу шыбыққа айландыратынымыз сөзсіз. Өз отбасында болып жатқан табиғат апаттарынан тамтығы қалмаған қиын жұрт қайсы бірін келін тәрбиелеп ұрпақ өсіріп жеміс жеп жареді дейсің. Елдікіне көзін сүзіп ара-тұра қызғаныштан соғыс ашып жұрттың жайқалған бағы мен жайнаған табиғатын көре алмай қаншама адам өмірден өтіп жатыр-ау. Зейнеп апамның айтқаны, әрбір адам ұлтымен бірге туылады. Мысалы, қазақ болып, орыс болып, қытай болып деген секілді. Ұлтыңмен бірге туылған екенсің, сол ұлттың тілі, дәстүрі, салты, тарихы, әдебиеті, мәдениеті, елі жері де саған тиесілі. Өміріңізді өзгертіңіз келеді ме, әрекет етіңіз. Баяғыда кішкентай ғана ауылда бесік тербетіп отырып, Луиза Хейдің кітаптарын оқитынмын. Ол Құралай бүгінгі ханымнан өзгерек еді. Сол кітапта бүгін ашсам, кей беттерінде тамған көз жасымды көрдім. Жылап отырып, Құдайдан сұрап отырып оқыған есіме түсіп кетті. Мен де бүгін сен сияқты жылап отырғанмын. Мені өзгерткен еңбек. Тынбай тоқтамай алға баса бердім. Бірде түсімде қараңғы түнелдің түбінде жарқыраған жарық нұрды көрдім. Соған қарай жүгіріп барады екенмін. Бүгін мен сол нұрға жеттім. Жүрегімде тыныштық, өмірімде гармония. Сен де жетесің. Тек жүгір, талпын, өзгеріске жаңалық ашық бол. Өмір шынымен де ғажап.
бұл кітаптағы қайталанып жазыла беретін құр сөз емес, тура сол сен сияқты кеше жылап жүрген қарапайым қазақ әйелінің шын сөзі. Аффирмациялар күші. Алдыңғы посттағы аффирмациялар мен басында анда-санда қайталап айтып жүрдім. Кейін айнаға жазып жапсырып қойдым. Күнде шашымды тарап айнаға қарағанда қайталап айтып жүретін болдым. Кейінірек бұл сөздер миымда жатталып қалды. Түнде оянып кетсем, мен бармын, мен бақыттымын, менде бәрі бар. Сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Менің күндерім керемет. Айларым жемісті, жылдарым жемісті деген сөздер миымда жаңғырып тұратын болды. Ал бүгін осы сөздер менің өмірімде қалыпты жағдайға айналды. Қалай сенбейсіңдер, қазақтар? Миларыңда күйеумен ұрысқан, құрбымен таласқан, төменге тартатын құр айқай емес, жоғары өсіретін жаңғырықтар тұрсын. Аффирмацияларды қайталай беріңдер.
Келін жаман емес, келген жері жаман. Маған жас келіндердің хат өте көп келеді. Ажырасқан әйелдердің де көпшілігі енеміздің кешірінен ажырастық, енді балам жылап жүр деген сияқты әңгімелерді көп айтады. Сен келінге шыда, үндеме дегенді көп айтасың. Шыдамда шегі бар емес пе? Отырсам опақ, тұрсам сопақ қылған енеме сенікі дұрыс деп отыра берем бе? Енелер тәрбиелейтін парақша бар ма Инстаграмда деп жазыпты. Шашап кеткен келін. Совет заманы еркін, орысша тәрбиеленген. Біздің енелерге арналған парақшаны білмедім, бірақ Қазақстанда ененің орнына қоятын мықты кісі бар. Менің идеалым Зейнеп апамның айтқаны. Келін жат жұртқа келген кешегі қыз бала. Кешегі бала өскен қыз баланың бір күнде келін атанып, жат жұртқа үйренісі, бейімденіп кетуі деген өте қиын. Міне осы кезде жас келінге қадалатын көзде көп, айтылатын сын да көп. Түк көрмегендей жас келінді киген киіммен жүрген жүрісін сөз қылып, ұнамады қылығы болса сүліктей қадалатын көзімді сүземіз. Біздің ең үлкен қателігіміз осы. Келіннің жолын ауырлататын өзіміз. Келінге ененің қолдауы қажет. Жолдасы жұмыстан шаршап келіп, жарына көңіл аудара қоймауы мүмкін. Осындай сәтте ене келінге қолдаушы болуы шарт. Ене болу кез келген әйелдің қолынан келеді. Ақырып бақырған бәрі ене. Ал келінге ана бола білу керек. Көп енелер қалай істейді? Олар келін келді, болды деген пиғылда екі қолын қусырып, ана шаруаның барлығын келін істеу керек дейді де, бір-ақ күнде патшайымға айналады. Ол дұрыс емес. Бөтен үйдің шаруасын жаңа түскен келін қалай меңгеріп кетеді? Жас келін үшін бұл үйдің салты да дәстүрі де жат. Сен әуелі үйрет, жаңа ортаға бейімде, жаңа жұрт, жаңа дәстүрді түсіндір. Өзгенің баласын өз балаң етіп ала әуелі. Содан кейін ғана келіннің қызығын дәмету керек. Менің келім орысша тәрбиеленген, қаланың қызы болды. Бірақ шыққан тегі мықты, өскен елдің перзенті. Мен сол баланы тәрбиелеуге зор мән бердім. Ананы істе, мынаны істе деп бұйырмай, кел балам, мынаны істеп жіберейік деп бірге жүріп-ақ тәрбиелеп алдым. Көп нәрсе үйреттім. Ене мен келін сырлас құрбылардай болу керек. Келінін жамандайтын енелерге айтарым. Келінге қандай еңбегің сіңді? Ол біреудің баласы, біреу туып, шамасы келгенше тәрбиелеп, сенің қолына дайын күйде берді. Оны ары қарай тәрбиелеп, өзіңе ізбасар ете алмасаң, кімге өкпелейсің дедім. Келін келген жеріне жайқалып өсіп гүлдеп жеміс беру үшін орнаған жері келген топырағы өсіп өнуге қолайлы жақсы болу керек. Құм тас сусыз жерде жел ойнап дауыл соғып торнада болып жататын ужас өңірде жеміс беріп гүлдемек тұрмақ азып тозып ұстаған қолында кететін қу шыбыққа айландыратымыз сөзсіз. Өз отбасында болып жатқан табиғат апаттарынан тамтығы қалмаған қиын жұрт қайсы бірін келін тәрбиелеп ұрпақ өсіріп жеміс жеп жареді дейсің. Елдікіне көзін сүзіп ара-тұра қызғаныштан соғыс ашып жұрттың жайқалған бағы мен жайнаған табиғатын көре алмай қаншама адам өмірден өтіп жатыр-ау. Зейнеп апамның айтқаны, әрбір адам ұлтымен бірге туылады. Мысалы, қазақ болып, орыс болып, қытай болып деген секілді. Ұлтыңмен бірге туылған екенсің, сол ұлттың тілі, дәстүрі, салты, тарихы, әдебиеті, мәдениеті, елі жері де саған тиесілі. Өміріңізді өзгертіңіз келеді ме, әрекет етіңіз. Баяғыда кішкентай ғана ауылда бесік тербетіп отырып, Луиза Хейдің кітаптарын оқитынмын. Ол құралай бүгінгі ханымнан өзгерек еді. Сол кітапта бүгін ашсам, кей беттерінде тамған көз жасымды көрдім. Жылап отырып, Құдайдан сұрап отырып оқыған есіме түсіп кетті. Мен де бүгін сен сияқты жылап отырғанмын. Мені өзгерткен еңбек. Тынбай тоқтамай алға баса бердім. Бірде түсімде қараңғы түнелдің түбінде жарқыраған жарық нұрды көрдім. Соған қарай жүгіріп барады екенмін. Бүгін мен сол нұрға жеттім. Жүрегімде тыныштық, өмірімде гармония. Сен де жетесің. Тек жүгір, талпын, өзгеріске, жаңалық ашық бол. Өмір шынымен де ғажап.
бұл кітаптағы қайталанып жазыла беретін құр сөз емес, тура сол сен сияқты кеше жылап жүрген қарапайым қазақ әйелінің шын сөзі. Аффирмациялар күші. Алдыңғы посттағы аффирмациялар мен басында анда-санда қайталап айтып жүрдім. Кейін айнаға жазып жапсырып қойдым. Күнде шашымды тарап айнаға қарағанда қайталап айтып жүретін болдым. Кейінірек бұл сөздер миымда жатталып қалды. Түнде оянып кетсем, мен бармын, мен бақыттымын, менде бәрі бар. Сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Менің күндерім керемет. Айларым жемісті, жылдарым жемісті деген сөздер миымда жаңғырып тұратын болды. Ал бүгін осы сөздер менің өмірімде қалыпты жағдайға айналды. Қалай сенбейсіңдер, қазақтар? Миларыңда күйеумен ұрысқан, құрбымен таласқан, төменге тартатын құр айқай емес, жоғары өсіретін жаңғырықтар тұрсын. Аффирмацияларды қайталай беріңдер.